2011 жылы Германияның Ротенбург қаласында адам сенгісіз сұмдық қылмыс орын алды. 39 жасар Армин Майвес есімді адам интернетке өзін жегізгісі келетін ерікті ер адам іздейтіндігін жазады. Мыңдаған адам бұл жазбаны оқыды. Бұл жазбаға кейбірі күлді, ал кейбірі шошыды. Бірақ одан да сұмдығы Берлинде тұратын 43 жасар инженер Бернт Брандес бұл жазбаны оқып, Армин Майвестің бұл ұсынысына өз еркімен келісім берген. Кейін Армин Майвес ерікті Бернт Брандесті өз үйінде өлтіріп, денесін ваннада бөлшектеп, соңында оны жеп қойды. Бұл оқиға қоғамда үлкен резонанс тудырды. Бүгін осы сұмдық оқиғаның толық шындығын айтатын боламыз. Дайын болсаңыз, біз бастаймыз.